Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен лепешка пісіріп көреміз. Барлығы қазанға пісіріп жатыр ғой, соны мен де жасап көрейін дедім, бірақ менде ондай қазан болмағандықтан мен печкеге жасаймын. Міндетті түрде жасап көріңіз, күшті болып шығады. Ол үшін бізге ең бірінші ыдысымызға тұзымызды саламыз және жылы суымызды құямыз. Сосын кішкене ғана сүт, сосын ашытқымызды салып, осылай араластырамыз. Барлығы біркелкі араластырылғаннан кейін ұнымызды електің көмегімен осылай кезек-кезегімен салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жауыспауы керек, бірақ өте жұмсақ болып шығуы керек. Осылайша барлығын араластырып, біркелкі қамыр болғанша араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан соң, қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Сол аралықта 1-2 рет қамырыңызды басып қойсаңыз, одан сайын қамырыңыз үлпілдек болып, жұмсақ болып шығады. Мінекей, осылайша біздің қамырымыз осылайша күшті болып көтеріледі. Көтерілген қамырымызды біз 2-ге бөліп аламыз. Осылайша қамырымызды 2-ге бөліп алғаннан кейін противнімізға осылайша дөңгелектеп алғаннан кейін оны да бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Мінекей, осылайша 2 қамырымызды дөңгелектеп алып, беттеріне осылай вилканың көмегімен барлығын дөңгелекше етіп осылайша жасап шығамыз. Содан соң бетін жауып тағы да жылы жерге қоямыз. Біздің нандарымыз көтерілуі керек. Нанымыз көтерілгеннен кейін біздер бетіне жұмыртқа жағатын боламыз. Менде жұмыртқа және кішкене сүт қосып жібердім. Осылайша барлығын біркелкі етіп аламыз. Бізде сүт нанымызды өте жұмсақ болып күшті етіп шығарады. Сол себепті де мен сүт қосамын. Мінекей, біздің қамырларымыз осындай болып күшті болып көтеріледі. Содан соң жаңағы жұмыртқамызды щетканың көмегімен қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Осылайша вилканың көмегімен тағы да 1-2 рет тегістеп жіберсеңіз болады. Осы жұмыртқаны жағып жатырған кезде печкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Бір жақсысы нанымыз өте
жұмсақ күшті болып шығады және өте тез піседі, тез дайындалады. Мінекей, ұнымыздың бетіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Содан соң бетіне кунжутымызды себеміз. Мінекей, осылайша біздің лепешкаларымыз дайын болады. Қараңыздар, өте күшті болып шығады. Мінекей, кәдімгі бұл лепешкалар сияқты өте дәмді. Осылайша ысылай болып тұрған кезде бетіне сары май жағып жіберсеңіз болады. Сол кезде наныңыз одан сайын дәмдірек болып шығады. Мінекей, қараңыз, өте жұмсақ. Қазір кішкене суығаннан кейін көрсететін боламын. Мінекей, келесі нанымызды да дәл солай дайындап алып, жұмыртқамызды жағып, кунжутымызды сеуіп, пісіріп аламыз. Мінекей, осылайша біздің дәмді нандарымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз, осындай жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, жұмсақ, күшті, өте дәмді. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, менің видеома лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.